Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым, бұл әдеттегідей Аладоп YouTube арнасы және оның жүргізушісі мен Ермұхамед Мәулен. Сонымен бұл жолғы талқылайтын тақырыбымыз, өздеріңізде тамаша біліп отырсыздар, бұл Қазақстан кубогының ширек финалдық матчтары. Қандай қызықтар болды, кім сенсация жасады, біз күткен үмітті ақтамаған команда кім? Талқылаймыз, айтамыз, тәпсірлейміз. Сонымен қадірменді ағайын, ең алғашқы матч бұл Тобыл және Астана командалары арасында өткен кездесу болатын. Тобыл командасы өз алаңында ойнады. Әлбетте фаворит. Астана командасы бірнеше футболшыны қосалқы құрамға қалдырды және қазақстандық біршама футболшы алаңда өнер көрсетуге мүмкіндік алды, бірақ деңгейі шамамен жетпей қалды десек те болады. Соның салдарынан Тобыл командасы бір гол соқты бірінші таймда. Өте тамаша комбинация, Игорь Иванович берген пас және Ислам Чесноков ғаламат соққымен шабуылды түйіндеді. Өте керемет гол және бір доп, осы бір гол Тобылдың келесі айналымға шығуына мүмкіндік берді. Ал одан кейін ойынның басым бөлігінде ұтылып жатқан, жеңіліп жатқан Астана елордалық ұжым ешқандай да қауіпті шабуылдармен жауап қата алмады, ешқандай қауқар көрсете алмады. Сондықтан ешқандай ойын жоқ. Григорий Константинұлы Бабаянның командасы бір іліп алар, мына жерде мынандай болып еді деп айтатындай да мүмкіндік жасамады, сөйтіп жарыстан шықты. Керісінше Тобыл командасында тамаша мүмкіндіктер болды. Нақтырақ айтатын болсақ, ойынның соңына қарай Руслан Валиулин бос қақпаға соққы жасаған еді, сәл ғана қиыс кетті, сөйтіп ол голға айналмады. Негізі Тобыл егер өзінің мүмкіндіктерін пайдаланса, бір 2-0, 3-0 қылып жіберетінде жөні бар еді. Бірақ өзі соңғы кездер бізде байқап жүрміз, Тобыл командасына бір соққыдан ешқандай шашау шығармайтын, қауіпті сәттерді голға айналдыратын бір сұрмерген шабуылшы керек секілді. Сенин Себай секілді, Серж Дебле секілді дегендей. Бірақ ондай ешқандай да шабуылшы әзірге біз көріп тұрған жоқпыз. Италиялық легионер Купер Гудберг әзірге өзінің толықтай бабында емес, және ол түбі сұрмерген, сол әр ойын сайын гол соғып тұратын шабуылшыға негізі түр тұлғасы ұқсаңқырамайтынын да біз байқадық. Екінші матч бұл Атырау Қайрат арасындағы кездесу. Бұл ойынды талқыламас бұрын мен бірден айта кетуім керек. Аладоп YouTube арнасының негізгі серіктесі және осы видеомыздың басты демеушілері десек те болады, Фонбет букмекерлік кеңсесі. Фонбет кеңсесінің толықтай акциялары, қызықты науқандары жайлы сіздер осы видеоның астында тіркеліп тұрған комментарийден оқып білсеңіздер болады. Тіпті оқып білмесеңіздер де болады. Ешкімді қинау жоқ, бізде таңдау еркіндігі бар осындай. Бірақ айту парызымыз. Сонымен Атырау командасы бірден ойынды бастай салып ғаламат шабуылдар арқылы, әсіресе бұрыштама арқылы, бұрыштамадан тіпті тікелей соққы жасап, Серікжан Мужиков секілді Стасевич деген футболшы гол соқты. Өте ғаламат гол, әдемі. Және тағы да сол бұрыштамадан кейін Олжас Керімжанов та гол соқты. Жалпы осындай стандарт ситуациялар бұл матчта керемет әсерін берді. Есеп 2-0 болып жатқан кезде мынандай бір қызық оқиға болды. Төреші Сәкен Байымбет бір ойыншыны алаңнан қуды және пенальти белгіледі. Қайраттың үміт оты қайта жанған еді. Алматылық команда қазір 10 адаммен қалған Атырауды қысамыз. Қазір мұна пенальтиді голға айналдырамыз. Есеп 2-1 болады. Бірінші тайм біткенше 2-2 қылып қоямыз. Екінші таймда 3-2 қыламыз деген бір зор бір жоспар осындай жеңістен дәмелі еді. Бірақ соңғы кездері қолы жүрмей жүрген, аяғы жүрмей тұрған, сәтсіздіктің сериясына тап болған Жоа Паулу пенальтиді голға айналдыра алмады. Хаткевич қақпашы пенальтиді тамаша тосып алды. Осымен Қайраттың ойыншылары пенальти сала алмай жатқан осындай бір жайы бар. Әсіресе осы Жоа Паулу бір сәтсіздікке ұшыраған секілді. Бір құдай тамақ беріп, көршілердің бәрін шақырып, бір мал сойып жіберетіндей жөні бар ау. Көреміз енді, ол кісінің өзінің жеке проблемасы. Дегенмен, осы пенальти салынбаған кезде Қайрат футбол командасының біраз футболшылардың сағы сынып қалды десек болады. Одан кейін ары қарай ойнауға зауқы соқпады. Және ол онысымен қоймай, жау жағадан алғанда бөрі етектен алады демекші. Керісінше Атырау командасы 3-ші голды соқты. Якуб Новак, словениялық футболшы, Словения жастар құрама командасында өнер көрсеткен кезінде 3-0 қылды, сонымен матчтың тағдыры сол жерде шешілді. Екінші таймда Алматылық Қайрат бір гол соқты, енді бұл ырымдап, әшейін абырой голы дейміз,
3-0 ұтылу деген енді ұят қой. Сондықтан Офри Арат 70 минутта 3-1 қылды. Сонымен матч жалпы аяқталды. Одан ары қарай ештеңе болған жоқ. Бұл жерде қалжыңдап та айтуға болатын еді. Қайрат командасы өткен жолы Атырауда чемпионатты жеңгеннен кейін төрешілерге шағым айтты ғой. Мына жерде пенальти бермеді, мына жерде қарсылас бүйтті деді. Бірақ сол ойында бір қызығы Атырауды Қайрат жеңген 1-0 есебімен. Пенальтиді Атырауға белгілеген, оны қақпашысы 2 мәрте тосып алды. Атырау командасының бір футболшысын сол кезде де төреші алаңнан қуған, сөйтіп жүріп жеңген ойыннан кейін де төрешіге шағым айтқан. Бәлкім осы ойыннан кейін де төрешіге шағым айтатын шығар Қайрат футбол клубының басшылығы. Егер сіздер мен естіп тұрсаңыздар, бұл енді ары қарай айту қисынсыз дүние деп есептеймін. Бұл жерде Қайрат футбол клубына жаным ашығандықтан мен басқа да журналистер бәріміз де айтып жатырмыз. Қайрат Советайұлы Боранбаев қазақ футболына үлес қосып жүрген азамат, қаншама қаржыны салып жатыр, еңбегі зор, түсінеміз, бірақ командаға бас бапкер, дені сау, еуропалық бір қатаң бапкер керек, жастармен жұмыс істейтін. Болды, проблема сода ғана, басқа ештеңе де жоқ. Төреші де әділ, стадионда теп-тегіс, елдің бәрі осындай жағдайда ойнап жатыр. Тек қана Қайрат емес, қиыншылық жағдайда жүрген. Сондықтан қадірменді ағайын, аспаннан кішкене жерге түсіп, бір саты шынайы өмірге түсіп, көзқараспен реальный өмір сүруіміз керек. Сондықтан Қайрат футбол командасына қазір бірден-бір керек нәрсе бұл сапалы, мықты бас бапкер. Одан ары қарай ойынымызды жалғастырайық. Мен өткен жолғы YouTube'дағы осы видеода Атырау командасы келесі кезеңге өтеді, өйткені ол кубокты онсыз да мықты ойнайды. Қайрат емес, Ордабасы болса да 30 беретіндей шамасы бар бұл команданың. Сондықтан бұл қатты бір ойбай, дабыра қылатындай сенсация деп есептемеймін өз басым. Және Атырау одан ары қарай да финалға шығама деген менде бір тамаша болжам бар, ол жайлы қазір кейінірек айтамын. Одан кейін кешкі сағат 8-де басталған матчтарға тоқталайық. Бұл жерде Елімай Қызылжар ойыны. Осы ойында шамамен мен Елімай командасы келесі кезеңге өтеді дедім. YouTube-тағы өткен жол видеодан қарасаңыздар болады, бірақ кішкене қиналып барып өтетін шығар, бір 120 минут пенальти тебісіп қалатын шығар бәлкім деген. Бірақ ойынның 89 минутында Корзун деген жаңадан келген футболшы гол соғып кетіпті, сөйтіп Елімай командасы 1-0 есебімен келесі кезеңге шықты. Бұл да бір таңғалатын жағдай емес. Әпкеме жездем сай демекші, Елімай мен Қызылжар қазір өзі бір ала-құла өнер көрсетіп жүрген екі ұжым бір-бірімен сәйкес келіп қалды. Және Елімай басымырақ, оның үстіне өз алаңында Семейде футбол мерекесі екінші мәрте матч өтті. Стадионға адам лық толы келді. Әлбетте Елімай жеңбегенде не болады? Бұл енді ары қарай талқылайтын жағдай емес. Ал басты матч ширек финалдардың ішіндегі кәдімгі жарнамасы жарқырап тұрған, афишасы арқырап тұрған Ордабасы мен Ақтөбенің матчы еді. Кейбіреулер Эл Классико дейді, кейбіреулер Батыс пен Оңтүстіктің текетіресі деп те жатады. Кім не десе о десін, өте қызықты матч өтті. Негізі өте қызық матч өтті дегенде 90 минуттық болған кездесуге айта алмас едім. Кішкене сүреңсіздеу болды кейбір эпизодтар, бірақ дегенмен мынандай оқиғаларды айта кетейік. 75 минутта Дарабоз Дики Дарбо алаңға алмасып шықты да, осы ойынға түбегейлі, күрделі ешқандай өзгеріс енгізген жоқ. Әдеттегідей. Және одан кейін Айбол Әбікен тура сол 75 минутта Бауыржан Исламханның орнына алаңға шықты. Бауыржан Исламхан, Айбол Әбікен деген секілді, Валиулин деген секілді мен фамилияларды осы бүгінгі YouTube-та айттым, олардың үшеуін де байланыстыратын бір тақырып бар, оны өздеріңіз білесіздер. Ал Айбол Әбікен 103 минутта сары қағаздың қызыл қағаз болып кетіп, әйтеуір тағы да сол струмияны теуіп жатып, алаңнан қуылып кетті. Енді 2 жыл футболды сағынса керек қатты, Айбол қызыл қағаз алып кетті. Ештен кетпес, енді чемпионаттың ойындарына кішкене ойланып барып кіретін шығар. Өзі де кетіп бара жатып маңдайын ұрғылап кеткен еді. Одан кейін Евгений Макаренко 91 минутта ғаламат соққымен гол соқты. Асқат Тағбергеннің осындай алыстан тебетін соққысын кішкене жаттығуда жүріп үйреніп алған секілді. Евгений Макаренконың голы расымен де ду гол шапалаққа тұратындай еді. Одан кейін Дорин Ромеро 105 минутта бірінші экстра таймда таразбасын теңестірді. Ал Жайро Жан деген жаңадан келген ойыншы жылдамдығын бар қырынан көрсетті. Айып алаңның ішінде жаман жылдам қимылдады, шапшаң екен, жасындай жарқылдады деп айтып жатамыз. Жай отындай жарқылдап тұрған ойыншы екен. Осылайша әп-әдемі гол соқты. Бекхан Шайзада бұл соққыны тоса алмады. Сөйтіп 10 адаммен қалған Ордабасыдан Ақтөбенің абыройы асқақ болды, айласы да артық болды. Осылайша Ақтөбе
жартылай финалға жолдама алды. Мінекей осындай жағдай. Қадірменді ағайын, енді одан ары қарай не болады деген сауал туындайды. Жартылай финалда Тобыл командасы бірінші матчта өз алаңында Атырауды қабылдайды. Енді матчтар өз алаңында және жауапты матчмен екі қос матчтан тұратын серияға жалғасады. Тобыл командасы Атыраумен ойыны бұл 29 мамыр күніне қойылған, қалғаны 19 маусымда өтеді келесі айда. Ал Ақтөбе өз алаңында Елімайды қабылдайды. Енді әлбетте Карповичтің бұрынғы және қазіргі командалар кездеседі, дегенмен түсінікті Ақтөбе бұл жұпта фаворит. Ал Тобыл Атырау арасындағы жұпта мен 100% Тобыл командасы фаворит деп айта алмай отырмын. Ол кезде жағдай басқаша болуы мүмкін. Тобыл командасы расын айтуымыз керек, Еврокубокке қатысады, бір-екі адам жарақат алып қалуы мүмкін, осындай неше түрлі оқиға болады. Сондықтан 29 күні болатын матчқа мен 28 күні болжам берейін. Сол дұрыс болатын шығар. Өйткені алдын ала тон пішіп, өрістің алдына шығарып, шаң шығарып, керегі де шамалы деп есептеймін. Сондықтан Қазақстан кубогының матчтары одан ары қарай жалғасын табады. Өте қызықты кезеңге де біз келіп жеттік. Қадірмен достар, осымен бүгінгі әңгімемді қорытындылаймын. Біздің YouTube арнамызды қолдай жүріңіздер, лайктарыңызды басып, тамаша пікірлеріңізді жазыңыздар. Өткен жолғы видеоның астындағы пікірлердің бәрін оқып шықтым және бірнешеуіне жауап та қаттым. Қазақ футболы бұл бәріміздің бірігіп талқылайтын жобамыз, бірігіп талқылап айтатын мәселеміз. Сондықтан қазақ футболы бізден басқа ешкімге керек жоқ екендігін білетін болсақ, ендеше атсалысайық, қолдап отырайық. Қадірмен достар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Студияда болған мен Ермұхамед Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.